يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. Bir күні Hazreti Ali radıyallahu anh Hazreti Abu Bakr'ga былай деген екен: Я Расулуллахтың халифасы, сен бізден бәрімізден сондай бір озып кеттің, еш қайсымыз саған жете алмадық. Бұл дәрежеге, бұл мақамға қайтып жеттің деп сұраған екен. Сонда Hazreti Abu Bakr Сыддық радıyallahu anh мына 5 нәрсемен жеттім депті. Біріншісі, адамдар екі топқа бөлінеді. Біреулері дүниені қалайды, ал біреулері ақиретті қалайды. Мен болсам тек қана бір Құдайды қаладым. Екіншіден, мұсылман болғаннан бері тоя ауқат жемедім. Өйткені Алла тағаланы танудың ләззаты мені дүниенің тағамдарынан бөгеттеді. Үшіншіден, мұсылман болғаннан бері қана су ішпедім. Өйткені Құдайды тану мені дүние ішімдіктерінен бөгеттеді. Төртіншіден, дүние мен ақиреттің істері алдыма келгенде ең бірінші ақиреттің ісін жасадым. Бесіншіден болса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға дос болдым, және ол достығымды әдемі бір түрде орындадым.